2 жасар керекулік сәби Кәрімге жасалған операция сәтті аяқталды. Бүгін ұлттық нейрохирургия орталығында бүкіл ел алаңдап отырған балаға күрделі операция жасалды. Естеріңізге сала кетейік, павлодарлық сәбиге массаж жасамақ болған маман оның мойын омыртқасына зақым келтіріп, содан бері 1,5 жылдай уақыт реанимацияда жатқан сәбиге астаналық мамандар көмек қолын созды. Әлемде алғаш рет жасалған мұндай аса күрделі операцияның басы қасында болып келген әріптесім Асима Нұрбайқызы жалғастырсын. Операция үстеліндегі нәрестенің жасы 2-ден енді асты. Сапсау туған сәбиді массаж жасамақ болған әйел салғып қойған. 6 айында денесін уқалап сылап жатқанда мойын омыртқасын жұлып алыпты. Бірінші омыртқа 3 жеріне сынып кетсе, екіншісі тіптен үзіліп, қисайып, басқа ағзаларын езіп тастаған. Сол себептен сәби өз бетімен демала алмады. Басы мен мойыны ажырап кеткен. Осылай сәби 1,5 жыл, яғни 476 күн жансақтау бөлімінде жатты. Соңғы кездері тым әлсірей бастаған соң сәби санавиациямен шұғыл елордаға жеткізілді. Ұлттық нейрохирургия орталығында бұрын соңды ешқайда жасалмаған операция басталды. 5 сағатқа созылған ота барысында қысылып қалған жұлынды босатты. Қисайып кеткен омыртқаны орнына қойды. Бас пен мойынның ортасын бекітті. Ең жауапты әрі қиын тұсы да осы. Мамандар операция залынан бірнеше рет сыртқа шығып, кеңесті, ақылдасты, шешім қабылдады. Соңында рентген аппарат арқылы жасалған операцияның нәтижесін көріп, бірін-бірі құттықтады. Кәрімнің жағдайына қазір тұтас ел алаңдаулы. Керекуліктер баланың еміне деп қаражат та жинап берген. Бірақ операция өз елімізде тегін жасалды. Қалғаттан шықпай қалай өтті операция? Өте сәтті өтті. Жағдай жасадық. Оның операция күрделілігі мынау фиксаторды өте қиын қоюға. Негізі біздерде мына жерде көп жаңағы артериялар көп, басқа баратын. Бізде көп веналар бар. Тура ол каналдың ішімен өтеді. Өте осы артерия мен венамен осы фиксаторды қиын қоюға. 1,5 жыл ес-түссіз жатқан сәбидің ендігі жағдайы жақсаруы тиіс дейді мамандар. Алайда 476 күн төсекке таңылған ағзаның қалыпқа келуіне уақыт керек. Асима Нұрбайқызы, Еркінжан Керімжан, ұлттық арна.